онда басталды бізде. Сағат 8-те бардық, дайындалдық, жүрдік сөйтіп. Онда кірдік. Өзіммен бірге су алып кіруге болады деді, бірақ менде су жоқ. И потом ручка бәрін өздері берді. Біз үстінде отырдық, и бір-бірден отырдық. Телефонның бәрін апайлар жинап алды. И потом эссе жаздық. Эссе бізде бірдей болды барлығымызға. И бір тақырыпта мамандықты, болашақта мамандықты қалай таңдау қажет деп А мәтіні, Б мәтіні берді. А мәтінде болашақ туралы, мамандық туралы да, Ә мәтінде тоже мамандық туралы. Екеуіне де мамандық туралы сол екеуін ойлап отырып эссе жазу керек болды. 170-200 сөз деп айтты. Мен 193 сөз жаздым. И бастапқы бізде парақтан 2 парақ таратты. И парақтың сыртынан мынай болды, короче. Атын өзін толтырасың, енді мына бір береді, печатырылған парақ, бұл черновик болды. Ал екіншісі тоже печатырылған парақ, оған новый жазамыз. Біріншісінде біз черновикке жаздық, и черновикке жаза беріңіз де біріншісінде, ал екіншісінде жазаспай жазылар, себебі 2 парақтан кейін басқа парақ бермейді. Вот. И еще, кстати, енді 2 мәтін беріледі дедім ғой, и телефон біздің жиналыс жалпы, и мұғалімдер көмектесе ме деген сұрақты жалпы. Негізі апайлар істерді дайындайды ғой басында 90-ның, сол кезде сондай тақырыптар негізі келеді. Өз басымыз дайындалған эссе тақырыптар келді. Сол үшін бұрын уайымдамаңдар деп айтса, мен уайымдайтын едім да. Бүгін қазақ тілі бізде нормально болды. И енді бағамды еш айтпады, бірақ қашан айтатынын білмеймін. Осы әйтеуір влогта көретін боласыздар. Сол енді барынша сіздерге сәттілік тіледім. Қазір 8 сыныптар көріп жатса, 9 сыныптар көріп жатса, болашақта тапсыратын болсаңдар, ойнамаңдар, то барлығы жақсы болады. Но ана екінші параққа қашатаспау керек. Андай, сосын шылауларда қазақ тілінде үшін, бірақ деген шылаулар саналмайды. Мен так сондықтан, себебі өйткені деген сияқты шылаулар саналмайды. Олар бір сөз. Сосын қос сөзде бір сөз болып саналады. Осыны ескеріңдер. И ары қарай все. Осымен қазақ тілі бітті. Енді қазір біз мектепке барып, түсте парта жуатын боламыз. Сол. Торт. Тағы да сәлем. Қазір алгебра емтихан болды. Үйге келдім. Қазір сағат уже 1 болды. Короче, былай болды. Барлығын сіздерге айтып жатырмын ғой. Дала деген енді ыстық. Сол таңертең тұрып, сол кеттім. Сағат 10-да басталды. 10:30 ба, 11-де басталды деймін. 11-12-ге дейін андай отырдық. Былай телефондар тағы да жинап алды, бірақ телефонмен негізі кіремін десеңіздер, ол өте негізі бізде қауіпті болды. Ну, мен негізі телефонды алып кірсем де алып кірдім десем де болады. Ну, жаза алмадым, потому что қарау прям невозможно болды да, қиын болды. Көп балалардың телефонын алып жатты. Но мен 20 есепті жаздым, сұрап, әйтеуір жаздым. Нормально без. Еще қазақ тілінен 5 алыптым, кстати. Сосын потом тағы не болды? 20 есеп А бөлімі тест, Б бөлімі не. Бірақ бізде басында А бөлімін шешу жолын жазасыздар деді. Ал чиновикке жаздық, оның бәрін шығардық. Сосын тағы 3 парақ берді. Айтпақшы, 3 парақ чиновик, 3 парақ не болды. Оны біз жалғастырып жаздық. Вот. Сонда қалды жалғастырайық. И сөйтіп 3 парақ чиновик, 3 парақ не, А бөлім, Б бөлім болды ғой. Б бөлімі қиындау. И алгебраға негізі дайындалу керек сіздер. Ну, бірақ бірінші есеп бізде не болды? Дәрежелерді қосып, короче, мысалы, мынандай есеп бар, 2-ның 3 дәрежесі, жақшаның ішінде -2, сосын -3 дәрежесі бөлінген 2 деген сияқты есептер болды. Яғни дәрежеден екеуі қосылады, сөйтіп ол бөлінеді деген сияқты. Ол өзім шығарды, ол оңай болды. Сосын ықшамдау, көп ықшамдау келді, кстати. Сосын арифметикалық прогрессия келді. Потом 14 км/сағат жылдамдығы 45 минут, оның орташа жылдамдығын табыңыз деген келді. Сосын өзгеріс ауқымы, медианы өзгеріс ауқымы дегеніміз үлкен шамадан кіші шаманы азайту. Сосын гистограмма сызыңдар деген келді. Осындай есептер келді. Осындай есептерге дайындалу керексіз. Сіздерге барынша көмегімді тигізіп айтып жатырмын. Енді бағасын айтқан жоқ. Айтсам мен сіздерге айтатын боламын. Но мен 20 есептің бәрін жаздым. Өте қатты қиын деп айта аламыз өз. Қиын болды. Но мен жаза алдым 20-сын. Ну, в принципе, өзім жаздым деп айта алмаймын. Ну, жаздық. Класспен біз үшін бұлар болып бөлініп отырдық. Оның бәрін не үшін түсіп жатырмын, себебі келесі оқып жатқан 8 сыныптар, қазір немесе 9 сыныптар тапсырыңыз осыны көріп, өздеріне бір не алса, алгебра өте қатты дайындықты қажет етеді. Осы айтқан ықшамдау,
гистограмма, потом көбейткіштерді жіктеңдер, дәреже, арифметика прогрессия, өзгеріс ауқымы, соның барлығы келеді жалпы. Мен жылда ол өзгеріп отыр. Бізге осы жыл осы болды, 2023 жылы. Так, барлықтарыңызға тағы да сәлем. Бүгін бізде 9-ы, бүгін біз орыс тілі емтихан тапсырған болатынбыз. Мен негізі орыс тілде менде түк дайындық болған жоқ. Себебі мен қандай не екенін білген жоқпын. Біз мектепте падеж зачет дайындап жүргенбіз, бірақ бүгін барған кезде вообще басқа сұрақтар келді. Біз сағат 10-да кірдік и 12-де шығып кеттік уже. 12-ге дейін шығып кеттік 11:30-да. Потому что өте оңай болып түсті, да? Негізі 3 вариант берілді. Но маған әрбір адамға әртүрлі болды да, но маған Шоқан Уәлиханов деген нұсқа бірінші түсті. Шоқан Уәлиханов орысша. И сол жақта мәтін беріледі, сол мәтін бойынша синонимдарын табамыз, сөздерін 5 сөз болады, кажется. Солардың синонимдарын табамыз. Сосын екіншісінде бір мәтіндегі сөйлем берді, сол сөйлемді өзінің текстіне айналдырып жазу керек. Ал үшіншісі сұрақтар болады, сол мәтін соған жауап беру керек. Тоже мәтіннен емес, кішкене өзгертіп жазу керек. В принципе, өте оңай болды. Мен ойладым, что орыс тілі қиын болады. И мен негізі телефон алып бардым, шыны керек. Бірақ екі телефон алып барып, екі телефонды өткізіп кеттім. Себебі комиссия болады деп қорқып, телефонын апайларға беріп тастап кеткен болатын. Но маған өте оңай болды. Мен барлығын түгел абсолютно өзім жаза алдым. Но маған өте оңай болды. Енді жауабы әлі шыққан жоқ. Жауабы шықса айтатын боламын. Енді ең соңғы география қалды. Бүгін 13-ші, бүгін біз ең соңғы география таңдау пәніміз бойынша емтихан тапсырдық. И негізі біз географияға негізі дайындалғанбыз, но дайындалған сұрақтар келді бір нұсқаға. Бізде 2 нұсқа ма болды, 3 нұсқа ма. И мен 2-ші нұсқа болғанда маған ол сұрақтар келмеді, мүлдем арасында келді, бірақ А бөліміне, бірақ Б бөліміне толықтай келген жоқ. Ну, өткен сұрақтарымыз келді. А бөлімін мен көбісін өзім жаздым негізі, ал Б бөлімін жазу кішкене қиындық танытты, бірақ Б бөліміндегі 20, 22 деген сияқты өзім жаздым. Тоже дұрыс па дұрыс па білмеймін. Тағы жалпы мынандай сұрақтар келді. А бөлімінде феррохордқа зауыты орналасқан не? Сосын бірінші нұсқада жер шарын айналып өткен саяхатшы кім? Фернан Магеллан болды. Сосын қандай не орналасқан, яғни мысалға аэрофото түсірілім деген сияқты. Потом табиғи өсім, соларды табу керек. Табиғи өсім мен туу, өлім жетім, то есть соларды табу керек. Содан кейін тағы да айта кететін нәрсе, бұл бөлімде батыс, солтүстік, оңтүстік Қазақстанның негізгі маманданған саласы және солтүстік Кореяның маманданған саласы. Сосын көлік географиялық Қазақстанның көлік географиялық жағдайының тиімді жағы, тиімсіз жағы, сосын балқашты пайдаланудың тиімді, тиімсіз жағы. Осындай сұрақтар келді. Осындай сұрақтарға дайындалыңыздар қазірден бастап. Негізі географияға 1 апта максимум дайындалсаңыздар жетеді. Анаған мән бермей қойыңыздар. 1 апта географияға дайындалсаңыздар жетеді. Мен айтқан осы сұрақтар міндетті түрде келеді, егер ауысып кетпесе. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Енді мен 3 емтиханына 5 алдым. Енді 4-ші емтихан бұйыртса, оның барлығын мен сіздерге блог ретінде немесе инстаграм салатын боламын. Қызыл аттестат алдым ба, алмадым ба, так что инстаграм жазылып кетіңіздер. Осы видеоны шығармаға ұзақ болып кетті, поэтому бүгін монтажды салатын боламын. Сіздерге сәттілік тілеймін, тапсырып шығыңыздар. Барынша егер 9 сыныпта тапсырған түлектер болса, былайша айтқанда өздеріңіз жазып кеттіңіздер, қандай болды, қалай болды, қиын болды ма деген сияқты, қандай пән таңдадыңыздар, оның бәрі маған қызық. Всем пока. Және 1000 подписчикке жеткізіп, монетизация қосуға аз қалды достар.